Нафтогаз Украиныга гада третий махкемесінің дайми палатасы янында чалышқан халқара махкемеге Русияге қаршы давасыны берді. Ишғал Қырымда барлықның запт етілмесінден олған зиянны тахмин этмеге чағара. Мутехасыслар 5 миллиард доллар мեղдарында зиянның олғаныны қайдеті. Нафтогаз Русияге қаршы açылған ишлер бойынша тәжірибелі халқара мутехасысларны ишке желпетті. Махкеме 2018 сенесінің сонуна қадар қарарыны чықармалы. Дейлер Нафтогазда. Энергетика мәселелері бойынша эксперт Михаил Гончар UATV телеканалына білдіргені кебі қарарының тест чықарылacağını беклеме керекмей. Амма бу кебі давалар Кремль үшін тәжавуз фиятыны көтере. Хатырлатам, умумен Украин шirketlері Қырым ишғалі себебінден Русияге қаршы енді 7 даваны açtı. Коли є ринок, коли є конкуренція, тоді Чаршы рақыплы колғанда фияты да яқшы ола. Ве шу жүмледе қайт етмеге істегенім Нафтогаз Украина шirketінің існятыны девам етмек керек. Газының қыл етмесі, сақылынмасы, чықарылмасы ве сатывыны айырып, ермай ве газ чаршысында қайдылеріні ұйдыра білген. Монополистің де монополизациясыны кечермек үшін.